Франциялық шарапшылар орман өрттері салдарынан жүзімге түтін иісі сіңіп кете ме деп қауіптенеді. Бордо аймағын шарпыған жойқын өрттің өшпей жатқанына аптаға жуықтады. Бұл туризм саласына да кері әсерін тигізіп жатыр. Фермерлердің айтуынша, тілсіз жаудан бөлінген улы түтін маңайдағы бүкіл жан-жануарға ғана емес, жүзімдіктерге де үлкен зиян. Қазір жүзімнің пісетін шағы, жасыл түйіндері ірілеп, қызыл немесе сары түске ене бастаған. Сапаны айқындайтын дәл осы маңызды кезеңде түтін оның хош иісін бұзуы мүмкін. Кейбір шараптарда күлдің нәзік иісі табиғи түрде болады. Бірақ түтін дәмі жүзімнің жемісті хошын басып кетсе, өндірушілер өнім сапасын төмендетуге немесе оны спирт жасаушыларға арзанға өткізуге мәжбүр болады. Париждің аумағынан 4 есе үлкен алқапты өрт шарпып, 220 мыңнан астам тұрғын мен туристер эвакуацияланды. Бұл жағдай Францияның қазірдің өзінде тоқырап тұрған экономикасына ауыр соққы болайын деп тұр. Mais oui, voilà.